Баршаңызға сәлем. Бүгінгі тақырып жіті респираторлы дистресс синдромы. Бұл дегеніміз не? Бұл бізде өкпенің альвеолярлы диффузды түрде ісінуі болып табылады. Яғни өкпенің ішіне сұйықтық жиналуы, оның жүрекке ешқандай қатысы жоқ. Яғни өкпелік жүрек емес, өкпенің ісінуі өзінің, және организмде гипоксемия болуымен көрінеді екен. Енді этиологиясына байланысты қандай жағдайда бұл синдром дамиды? Бірінші, ол асқазандық заттардың өкпеге аспирациялануымен көрінеді. Біз білеміз, асқазанда қышқылдық орта бар, әртүрлі ферменттер бар, олардың барлығы альвеолаға түскеннен кейін оны қорытады екен. Екінші жағдай, ол бізде пневмонияның болуы. Пневмонияның асқыну кезінде де мүмкін, немесе улы газдармен улану нәтижесінен болуы мүмкін, не болмаса суға бату кезінде де болуы мүмкін екен. Және де жабық травма алғаннан болуы мүмкін. Және де цитокинді шторм кезінде, яғни антигеннің өте белсенді түрде иммунды қабыну процестерін шақыруымен көрінеді. Және де келесі, организмде басқа бір органда зақымдалу болса, мысалы панкреатит болса, яғни біз білеміз, қанға түскеннен кейін ол оттекпен міндетті түрде байытылуы керек, сондықтан ол өкпе арқылы өтеді. Қанмен арқылы өткен кезде ол өкпені осылай зақымдауы мүмкін екен. Немесе бірнеше рет қан құйған кезде, сепсис кезінде, майлы эмболия, қағанақ суының эмболиясы кезінде де болуы мүмкін. Енді патофизиологиясы туралы айтайық. Жалпы біз 3 фазаға бөлеміз патофизиологиясын. Қалыпты жағдайда өкпенің қызметі, ол бізде өкпенің қызметтік бірлігі альвеола болып есептелінеді, альвеолярлы қапшық, және де мұнда қан тамырлары өтеді. Қан тамырлардың базальды мембранасы арқылы газ алмасу процесі жүзеге асып, оттегін сіңіріп, СО2 газын бөліп шығарады. Бұл жағдайда не болады? Бұл жағдайда жаңағы себептерге байланысты базальды мембрананың қабынуы болады. Бұл сау жағдайдағы, мынау қабыну жағдайындағы. Базальды мембрана мына жерлерде мүлде көрінбейді. Ол зақымдалғаннан кейін қан тамырларының өткізгіштік артады, сол орындардан қанның ішіндегі жасушалардың сыртқа қарай өтуі байқалады екен. Алдымен жасуша аралық кеңістікке өтеді. Одан кейін альвеолярлы қапшыққа қарай өтеді. Олар өткеннен кейін өзінің қабыну медиаторларын бөліп шығарады екен. Ол қабынулық процесті одан сайын күшейтіп жібереді. Және де біз көріп тұрмыз, эритроциттер қалыпты да осында қан тамырының ішінде болу керек, мұнда тіпті альвеолярлы қапшықтың ішіне кіріп кетті. Және де екіншіден, мұнда альвеолярлы қапшықтың ішіне сұйықтықтың қатты енуі байқалады. Және де ол сұйықтық белоктық заттарға өте бай, ал белок өзімен бірге міндетті түрде суды тартып өтеді, яғни онкотикалық қысымның жоғарылауы байқалады екен бұл кезде. Нәтижесінде суды тартқаннан кейін мұндағы сұйықтықтың бәрі ішке қарай енеді. Және де қабыну процесін іске қосқаннан кейін ол жердегі сурфактанттың активациясын төмендейді. Қалыпты жағдайда сурфактант бронхтардың беттік керілуін төмендетеді. Нәтижесінде тыныс алу кезінде альвеоланың тұрақтылығына алып келеді. Және де бронхиальды эпителийдің осылай бұзылуы көрінеді. Базальды мембрананың жалаңаштануы, мұнда қалың болса, мына жерде жіңішке екенін көріп тұрмыз. Және де қабыну нәтижесіне мұнда фибриндердің пайда болғанын көреміз. Жасуша аралық кеңістік мұнда кең екенін, мұнда қалыпты да осындай болғанын көріп тұрмыз. Уақыт өте келе, мына жерде гиалинді мембрананың пайда болуы да көрінеді екен. Жіті респираторлы дистресс синдромымен түскен пациент біз көрген кезде оның ентіккенін, тұншығып жатқанын, көгеріп цианоз болып жатқанын көреміз. Енді біз басқа патологиядан ажыратуымыз үшін біз мына нәрсені жасай аламыз. Яғни біз ИВЛ аппаратына орналастырғаннан соңында пациентте бәрі-бірде гипоксемия сақталады. Себебі біз оттегін мұнда жіберген күннің өзінде онда сұйықтық бар, оттегі мұнда өте алмайды. Біз оны рефракторлы гипоксемия деп айтамыз. Пациентте гипоксемия орын алып жатыр. Организм бізде тыныс алу жиілігін күшейтеді, сопақша мида орналасқан орталық арқылы. Ол бізде тыныс алу жиілігі жылдам болған күннің өзінде оттегі бәрі-бірде кіре алмайды, яғни сіңе алмайды. Бірақ бастапқыда мұндағы СО2 газы шыға алады. Қанда оттегінің де СО2-ның де төмендегенін көреміз, және pH-ның жоғарылағанын көреміз. Біз оны респираторлы алкалоз деп айтамыз.
Бірақ уақыт өтсе келе мына жерде гиалинді мембрана пайда болады, өкпе тіні қатая бастайды, қатты болады, ол жерден газ алмасу процесі болмайды. Нәтижесінде СО2 газы қандағы шыға алмайды. Бұл бізде респираторлы ацидозға алып келеді. Бұл жіті респираторлы дистресс синдромының асқыну ретінде біз атеректазды, яғни өкпе тінінің бұзылуын, оның кеңейіп кетуін айтады екенбіз. Сонымен бірінші фаза экссудативті фаза, ол 24 сағатты құрайды, яғни қан тамырының ішіндегі заттардың бәрінің экссудациясымен көрінеді екен. Зақымдалғаннан кейін 14 күннен кейін пролиферативті фаза іске қосылады. Бұл кезде өкпе тіні қалпына келе бастайды. Мұндағы сұйықтықтар сіңіріледі дегендей. Егер де бұл сатыдан кейін 3-ші сатыға ауысатын болса, зақымданудан кейін 3-ші аптада фибринді фаза іске қосылады. Бұл бізде қайтымсыз процестерге, өкпе тінінің өлуіне алып келеді, өлі еттенуіне алып келеді. Нәтижесінде ол жерде мүлде газ алмасу процесінің болмауымен көрінеді екен. Назарларыңызға рахмет.